Сәлем достар, сіздермен бірге Абдусамат. Осы видеода сендерге Ледяной драйв деген кино туралы айтып беретін болам. Придется двигаться и быстро, вперед! Достар, видео басталмас бұрын лайктарыңызды басып кетіңіздер. Себебі әрбір басқан лайктарыңыз келесі видеоны шығаруыма мотивация береді. Бұл шахта жұмысшылары. Алмазная шахта Кетка 6-шы туннелде аяқ асты күтпеген жерден жарылыс болады. Жарылыс шахтадағы газдың себебінен болды. Жұмысшылардың шамалысы ғана шығып, қалғандары шахтаның ішінде қалып қояды. Бұл кісі шахтаның жетекшісі Джордж. Ал бұл кісінің аты Майк. Майк қарапайым фура айдайтын жүргізуші. Ал бұл оның ағасы Гюрти. Гюрти афазиямен ауырады. Сол себепті оны жұмысындағылар кемсітіп, балағаттап отырады. Оған шыдай алмаған Майк жұмысындағыларға қойсаңдаршы деп біреусін ұрып жібереді. Майктың осы әрекеті үшін бастығы оны Гюрти екеуін жұмыстан шығарып жібереді. Майк өзінің ағасы Гюртиді еш жерге тастамай, оны 8 жыл бойы көмек беріп қарайласып келеді. Шахтаның астында қалып қойған адамдарды сыртқа шығару үшін модуль деген аппаратты әкелу керек болады. Модуль өте ауыр, салмақты және көлемді болып келеді. Модульді әкелуге үлкен вертолеттердің де шамасы жетпейді. Ал самолетпен әкелейін десе, самолетті қондыртатын паласа жоқ. Оны тек қана фурамен әкелуге болады. Бірақ фура оны әкелу үшін қалыңдығы 70 сантиметрді құрайтын мұхиттың үстінен жүру керек болады. Ал бұл кісі Джим Голден. Ауыр заттарды таситын көптеген фуралары бар. Осы модульді әкелу үшін Джимнен көмек сұрайды. Джим алғашында қарсылық білдіреді, өйткені жол өте қауіпті, үлкен мұздың үстінен өту керек. Бірақ шахтада жұмыс істейтін адамдардың барлығын танимын және олармен жақсы араласамын деп бұл іске келіседі. Гюрти үлкен фурам болса екен деп армандайды. Майк болса, ол өте қомақты ақша тұрады, ондайға біздің жағдайымыз жетпейді деп суретті жыртып тастайды. Сол кезде Майктың телефонына хабарлама келеді. Хабарламада бізге тәжірибесі бар жүргізуші мен механик керек деп айтқан екен. Бұл біздің есімі Танту. Тантуды Джим арнайы түрмеден шығарып алады. Фураны айдайтын жақсы тәжірибесі болғандықтан. Хабарлама бойынша Майк пен Гюрти Джимға келеді. Джим Майкке тәжірибелерің бар екен көрдім, бірақ бір жылдың ішінде не үшін сендер 8 рет жұмысты ауыстырғансыңдар дейді. Майк ағасының ауру екенін айтады. Ағамды қорғаймын деп жұмыстан жұмысқа ауыса бердік дейді. Джим Гюртидің қолына не келетінін сынап көргісі келеді. Және Гюртидің қабілетіне таң қалып, екеуін де жұмысқа аламын дейді. Шахтада барлығы 26 адам бар екен. Оларды аман алып қалу үшін модульді 30 сағаттың ішінде алып бару керек. Егер де 30 сағаттың ішінде апар үлгермесе, шахтаның астындағы адамдар ауа жетпей өліп қалады. Модульді уақытында жеткізетін болса, үлкен қомақты ақшаға ие болады. Бұл Том деген жігіт өзін сақтандыру бөлімінен келдім және сендермен еріп барамын дейді. Осылайша 3 фурамен жолға шығып кетеді. Жолға шыққаннан кейін Джим өзінің машинасында судың қызғанын байқайды. Джимнің машинасы бұзылып, тоқтап қалады. Ал Майк болса фурамен бірінші кетіп баратқан еді. Ол Джимге тоқтап, көмектесу керектігін айтады және артқа қарай жүреміз дейді. Ал Танту болса, бізге тоқтауға болмайды, ары қарай жүруіміз керек, әйтпесе қазір суға батамыз дейді. Джим тросты өзінің фурасына байлап атырып, аяғының ыңғайсыз тұрғанын байқамай қалады. Джимнің фурасы батуда, ал Джимнің өзі болса аяғын шығара алмай жатыр. Суға батқан фура өзімен қоса Джимді де ала кетеді. Джим қанша қиналса да өзін құтқар демейді. Керісінше тросты үз, әйтпесе екінші машинада суға кетеді деп уайымдайды. Сол кезде Танту жіпті үзеді, ал Джимми болса судың астына батып кетеді. Тоқтап тұруға уақыт жоқ, сол себепті артына қарамай екеуі де фураға мініп жолдарын жалғастырады. Фурамен қатты жүрген сайын фураның дөңгелектері тайып, екеуі де екі жаққа құлайды. Сол кезде Том түсіп Майкқа, Джимнің машинасы өзіне өзі бұзылуы мүмкін емес, бұған кінәлі Танту дейді. Сосын Майк тұрып Тантуға, бұның барлығына сен кінәлісің, Джимді өлтірген сенсің деп айтады. Танту тұрып, мен ешқандай да жазығым жоқ деп қару кезенеді. Гюрти артынан келіп Тантудың қаруын тартып алады. Осылайша Тантуды жіпке байлап тастап, фураларды орнынан көтереді. Майк пен Гюрти модуль аман ба екен деп қарауға кірген кезде сыртынан Том жауып тастайды. Том фураға отырып, Тантуға тиіш отыр дейді. Бірақ Танту қарсыласады. Ал Том оны ұрып жібереді. Қолына жарылғыш затты алып, Майк тұрған фураның астына тастайды. Майк пен Гюрти кондиционер тұрған жерді ұрып, бомбаны алысқа лақтырады. Осылайша жарылыстан аман қалады. Бұны алыстан бақылап, Том Майк пен Гюртиді өлді деп ойлайды. Майк фураның багажын мұздан шығарғысы келгенде, темір ұшып түсіп, фура суға батып кетеді және де Гюрти де сонымен бірге суға батып кетеді. Бұны көрген Майк дереу Гюртидің ізінен түсіп, өзінің бауырын құтқарып алады.
Сөйтіп Том шахтаның жетекшісі Джорджбен кездеседі. Бұл жарылысты ұйымдастырған Джордж екен. Және шахтадағы адамдар аман қалмасын деп әдейі Томды жиымдардың қасына қосып қойған. Джордж Томға айтады: мына фураны мінде, ана таудың басына шығып, ішіне Тантуды қойып, сол жерден құлатып жіберді. Чтобы кейін проверка болған кезде Танту управлениемен шатасып, таудан құлап кетті деген ой болсын дейді. Том фураға мінсе, Танту ояу екен. Мына сумканың ішінде не бар екен деп қолын тыға берген кезде, бұның ішінде Гюртидің тышқаны Томның қолын тістеп алады. Осы сәтті пайдаланып Танту Томды ұрып фурадан түсіріп жібереді және де алдағы қарай фураны айдай жөнеледі. Том болса фураның астына жармасып, бензиніне бактың шлангысын ағытып тастайды. Танту мен Майк рация арқылы сөйлеседі және де Майк айтады: мен сенің ізіңнен барамын, алда қарай жүре бер дейді. Бензин болса азайып бара жатыр. Майктың фурасына бандиттер шабуыл жасайды. Майк пен Гюрти бандиттермен өте ұзақ төбелеседі. Осылайша Майк та Гюрти де жеңіп шығады. Ал Тантудың бензині таусылды. Ал Майк болса фурамен келіп Томды машинада отқан жерінде соғып, жолдан шығарып жібереді. Бірақ бұл жағдайдан Том аман қалып тірі шығады. Және таудың төбесіне шығады да осы жерге бомба құрып, үлкен қарды жарып жібереді. Бомбаның кесірінен қар көшкіні басталды. Және де Том мен Танту екі фураға мініп, қар көшкінінен айналып өтпекші болады. Қар көшкінінен құтылды және де Танту иығынан жарақат алады. Аман қалғанына қуанған бауырлар ары қарай жолдарын жалғастырады. Екінші фураны мініп, іздеріне Том түседі. Майк Гюртиге модульді соңына дейін жеткіз дейді. Тоқтама дейді. Майк Томды атқысы келеді, бірақ та тимейді. Және Томның машинасына мініп, Томды тоқтатпақшы болады. Екеуі қырыла жөнеледі. Бір кезде машина жай жүріп, екеуі сыртқа шығып, армен қарай төбелесіп кетеді. Майктың Томға әлі келмей жатады. Гюрти жол жүріп бара жатырып мостқа келеді. Ал мост болса ауыр салмақ нәрсені көтере алмайды екен. Сол кезде Танту шығып: бұрын мен бұл жерден көп өткем, рөлді маған бер, өзім шығам дейді. Сол кезде аяғы тайып фураның жүре алмай жатады. Гюрти болса астына поликтерді қойып, армен қарай шығуына көмектеседі. Мосттың тростары үзіліп жатыр. Майк фураның ішінде Томмен төбелесіп жатыр. Қатты жылдамдықпен келатқаннан кейін секіріп кетеді. Ал Том болса машина ішінде қалып, судың астына батып, осы жерде өліп кетеді. Фура мосттан шығып үлгерді, ал мост болса құлай бастады. Фура зырғанап артқа қарай жүріп бара жатыр. Гюрти болса есікті жабамын деп ақыры жауып, өзі фураға қыстырылып қалады. Осылайша Гюрти ерлікпен қаза табады. Ал Майк болса ағасын көріп жылап қала берді. Осылайша Майк пен Танту модульді аман-есен шахтаға келді. Дабыл белгісін ұрды. Модульді орната бастады. Модульді дәл уақытысында келді. Егерде кішкене кешіккенде мына адамның барлығы қаза табатын еді. Шахтадағы барлық адамдар тірі және де Танту өзінің бауырымен қауышты. Шахтадан шыққан кісі директорге бұның барлығы қолдан жасалғанын айтып береді. Майк болса шыдамай Джорджды бетінен ұрып жібереді. Осылайша Джордж түрмеге қамалады. Модульді дәл уақытысында әкелген үшін Майк пен Танту үлкен қомақты ақшаға ие болады. Және Гюртидің армандаған фурасын Майк сатып алады. Осылайша біздің киномыз аяқталады. Достар, видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Және де келесі видеомызды жіберіп алмау үшін колокольчикті де басып қояйық. Баршаңызға ассалаумағалейкум.